Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар? Ғұмырдан кейінгі ғұмыр кітабымыздың бірінші тарауының жалғасы. Сұхбатымыздың басы бұлай басталғанына таң қалғыраған мен одан не болғанын сұрадым. Субъект: мұңдана, мен өзімнің жүзе алмайтынымды айтып ем ғой. Балық аулаған түр жасап тұрғандай абайсызда суға құлап кеттім. Сөйткенше болмай айналамды қараңғылық қоршап алды. Көкірегім қатты ашып ауырды. Содан кейін-ақ артынша жарыққа шыға келдім. Долорес: өзен терең болғаны ғой сонда? Субъект: жоқ, аса тереңде емес шығар. Тек мен қатты қорқып кеттім. Судан қорықтым. Аяқтарым тартылып қалды да су түбіне батып кеттім. Иә, менің батып кеткенім қатты қорқып кеткенімнен болды. Долорес: қазір қайда екеніңді айта аласың ба? Субъект: мәңгілік мекенімдемін. Дауысы әлі кішкентай баланың үнінде естілді. Долорес: қасыңда біреу бар ма? Субъект: иә, мұнда адам өте көп, бірақ барлығы жұмыстан қолдары бос емес. Олар жұмыс істеп жатыр. Яғни кемелдік жолында не істеулері керек екенін ойлану үстінде. Мен де олардан қалыспайын деп талпынып жүрмін. Долорес: бұған дейін осында келіп көріп пе едің? Субъект: әрине, бұл жер өте тыныш, жайлы және қауіпсіз мекен. Бірақ маған да қайта оралу керек. Мен өз қорқынышымды жеңіп үйреніп келуім керек. Бойыңды жайлап алып, денеңді қозғалтпай сілейтіп тастайтын қорқыныш сезімінен арылуым керек. Енді ол ересек кісіге тән дауыспен сөйледі. Үрей, қорқыныш, жерде өмір сүретін адамдардың ақыл ойын жаулап алатын құбыжық сезім. Бірақ ол адамның тек сезім қабатына ғана әсер ете алады, ал рухани қабат оған бағынбайды. Долорес: сонда адамдар бір нәрседен қорқатын болса, өздеріне ойша сол қорыққан нәрсені шақырып алады дегің кеп тұр ма? Субъект: дәл солай. Олар дәл сол өздері қорыққан нәрсесін ойша шақырып алады. Неден қорқып қашса, соған тап болады. Адамның ойы бұл энергия. Ой арқылы мүмкін еместі мүмкін етуге болады. Болып жатқан оқиғалардың барлығы сол ойдың жемісі. Мына жақта тұрғанда барлығы алақандағыдай айқын, айдан анық болып көрінеді. Адамдардың қорқып жүрген нәрселерінің түкке тұрғысыз бос нәрсе екенін көрген кезіңде таңғала бастайсың. Бұлар неге болмашы нәрседен мұнша қорқады деп ойлайсың. Бірақ қорқыныш пен үрей сезімі тым терең сезім. Адамның бойына еніп, ойына сіңіп, шырмап алады да адамның ажырамас бір бөлігіне айналады. Осылайша оның ерік жігерін жаншып, еркіндігінен айырады. Сондықтан адамдарға көмектескің келгенде, олардың қорқынышының мәнін, себебін анықтағаның жөн. Мен өз үрейімнің мәнін қазір айқын түсіне бастағандаймын. Долорес: иә, қисынға сиярлық әңгіме екен. Адамның неден қатты қорқатынын білесің бе? Олар өлімнен қорқады. Субъект: өлімнің еш жаманшылығы жоқ қой. Одан неге қорқады? Анығында ең оңай нәрсе өлу. Мұнан оңай нәрсені жасап көрмеппін. Өмірге қайта келіп, бәрін қайта бастап, тұрмыс түйткіліне қайтадан баспен қойып кеткенге дейін ажал барлық уайым қайғыңнан арылтады. Долорес: онда адамдар неге қайтып оралады? Субъект: циклды аяқтау үшін оралады. Олар білім алуы керек. Барлық нәрсені, оның ішінде өз басына түскен қиыншылықтарымен күресуді және жеңуді үйренуі керек. Солай еткен жағдайда ғана олар кемелдікке жетіп, мәңгілік ғұмырға аяқ басады. Долорес: бірақ барлығын үйрену оңай емес қой? Субъект: иә, оңай емес. Кейде бұл қатты қажытады. Долорес: ал бұған кететін қаншама уақытты айтсаңызшы? Субъект: енді ол мына жақтан қарағанда соншалықты қиын да емес.
Мұнда мен өз сезімдерімді басқара аламын. Мысалы, өз қорқынышымның себебін және неден үрейленетінімді анық түсіне аламын. Және ол үрейдің маған еш зиян келтіре алмайтынын да білемін. Ал адам болсаң, бәрі басқаша болады. Жерді мекендеп адам боп ғұмыр кешкен кезіңде қорқыныш пен үрейден құтылу оңай емес. Ол сені ішіңнен кеміріп жатқандай әсер етеді. Яғни сенің бір бөлігіңе айналып, бойыңды жаулап алады. Сондықтан да оны оңайлықпен лақтырып тастауың қиындайды. Бойыңды қорқыныш кернеп тұрғанда жағдайға ақыл көзімен қарау өте қиын. Долорес, бұл эмоцияның жетегінде кететіндігімізден болар. Өзің айтқандай сырт көзге анығырақ көрінеді ғой. Барлығына сырттан бақылай қараған кезде ғана, о құдайым-ай, осы да қиын болып па дерің анық. Субъект: иә, қорқыныш сезімі сондай. Өзгенің басындағы дүние сырттан қарағанда оңай, болмашы нәрсе болып көрінеді. Мен де қолымнан келгенінше сабыр сақтауға, өмір сүруге, қайғыға төзуге және өмірден алар сыбағамды толық ала білуге үйренуім керек. Бірнеше мәрте қысқа ғұмыр сүріп қайта-қайта оралып жүргенше, азап пен қайғыға толы болса да, мағыналы ұзақ ғұмыр кешіп, сынақтар мен сабақ алаңынан абыроймен аттанғаным жақсы болар еді. Осылай еткенде ғана уақыт шығыны азаяды. Сондықтан жерге оралмас бұрын байыппен қарап өзіме оқиғаларға толы мәнді ұзақ ғұмырды таңдап, сол арқылы жерге қайта орала беру мерзімімді барынша қысқартуым керек. Бірақ бұдан маған өмір сүру оңай болады деп ойламаймын. Басқа адамдармен қарым-қатынас көптеген жайтты түсініп ұғынуға көмектесетін таптырмас сабақ. Ең алдымен өзіңнің қандай екеніңді түсінуің керек. Біз әдетте адам өлер сәтінде оның бүкіл ғұмыры көз алдынан бір сәтте сырғып өтеді екен дегенді жиі естіп жатамыз. Міне, осы құбылыспен зерттеу барысында бетпе-бет келдім. Бұл адамның өлер алдында емес, өлгеннен кейінгі сәтінде өзі жүріп өткен өмірін сарапқа салып, өзінің не үйренгенін түсінгісі келгенде болатын құбылыс екен. Әдетте бұл өлген адамды о дүние табалдырығынан күтіп алатын рухани ұстаздардың көмегімен не қатысуымен болатын нәрсе. Адамның ғұмырнамалық әрекетіне өзінен гөрі сол ұстаздар әділ баға бере алады. Сол арқылы басы артық эмоционалды фактор сылынып қалады. Субъектілерімнің бірі әйел адамның көз алдында өткен ғұмыры әжептәуір ерекше түрде көрінді. Бірақ шыны керек, регрессивтік гипноз саласындағы мұндай зерттеулермен айналысқанда ненің әдеттен тыс, ненің әдеттегі құбылыс екенін ажыратып айту да қиын. Сонымен сол әйел жұмыс барысында регресс жағдайына түскенде өз өмірін еске алып, ақыры өлер сәтіне де келіп жетті. Ол өте ұзақ жасап, әбден қартайып қайтыс болды. Сондықтан да өз ажалын асқан сабырмен және жайбарақат кейіпте қарсы алды. Өз мәйітін көтеріп, үйінің маңайындағы отбасылық зират орналасқан төбенің басына шығарып жерлеген кезінде де жай бір әдеттегі оқиғаға қарағандай қарап тұрды. Бірақ о дүниеге аттанар сәт туғанда, ол кетудің орнына кенеттен бір аяқталмай қалған шаруасы есіне түсіп, үйіне қайта оралды. Үйіне келіп, өзінің ештеңені орнынан қозғауға қауқары жоқ, жай ғана мөлдір елес екенін сезгендегі оның үрейі мен таңғалысын көрсеңіз, өзінің қабырғалардан емін-еркін өтіп кеткені, денесінің адам формасында болғанмен тұманданып, үйдің бүкіл жиһазы бұның денесінің ар жағынан әйнектің арғы бетінен көрінгендей боп көрініп тұрғаны мұны есеңгіретіп тастады. Осындай ерекше бір күйіне келесі бір сәтте тіпті сүйсініп кетіп, немен айналысарын білмей, үйінің ішін тоқтаусыз аралап жүре берді. Бірде ол қызметші әйелдердің бірінің үйде бір кемпірдің әруағы жүр деп айқайлап жібергенін естіді.
Ол әйел әруақтың үстіңгі қабаттағы бөлмелердің еденін тықырлатып жүретінін де еститінін айтып жатты. Белгілі бір уақыттан соң өзінің елеусіз, ешкімге көрінбейтін, не дыбысы естілмейтін елес болып жүргені оны жалықтырып жіберді. Үйдегі адамдармен тілдесе де алмайды. Сосын өзінің бұл күйде бітпей қалған шаруаларын атқара алмайтынын да анық ұқты. Материалды денесі болмаған соң, әрине еш нәрсе қолына да ілінбейтін еді. Осы нәрсе санасына жеткен бойда ол өзінің үй сыртында тұрғанын көрді. Одан соң ол отбасылық зираттың қасына барды. Ол жерден оны марқұм күйеуі қарсы алды. Бұл кеңістік өлшемінде олардың екеуі де жасарып бас қосқан күндеріндегідей кейіпке түскен еді. Екеуі төбе басында қол ұстасып тұрып, өздеріне етене таныс жазиралы алқаптың кенеттен бұрынғыдан өзгеше болып кеткенін көрді. Бұл алқап олардың ғұмыр жазирасы болатын. Оның сипаттауына сенсек, көз алдында көсіліп жатқан табиғат көрінісі кенет түрлі түсті бояуынан арылып, әлдекім ақ жайма шүберекті жайып жібергендей, және ол ақ жайма экран сияқты кейіпке еніп, бетінде бұлардың тірлікте атқарған әрекеттері, басынан кешкен оқиғалары бірінен соң бірі өте бастады. Бірақ ол өмір оқиғалары әдеттегі киноэкран бетіндегі кадрдағыдай бірін-бірі жалғап жатпады. Ол экран бетінде тұтастай бір сәтте көрінді. «Біз зиратты көріп тұрмыз», деді ол әйел. «Қаланы, үйді, тауларды көріп тұрмыз. Көз алдымызда қол ұстасып бірге өткізген бүкіл өміріміз тұрды. Біз осылай биіктен бақылап, бәрін басымыздан кешіріп тұрғанымызға қуандық. Әлдебір таза, тозбайтын, өзгермейтін бір әлем тұрғандай болды. Бұл сезімді сипаттау маған ауыр. Бұл бойыңды кернеген тыныштық пен жайбарақат сәтте жай ғана қарап тұрудың өзі бір ғанибет сезім. Өзің қолдан еккен егінің жайқалып өсіп тұрған кең алқапқа қарап тұрғандай, немесе өзің еккен раушан гүлдерінің жайқалып өсіп жұпары аңқыған сәтіндегі гүлзар бақты тамашалап тұрғаныңдай ғажап сезім. Көз алдыңда қалай жер қопарып гүл еккенің, жеміс-жидек көшетін отырғызғаның есіңе түсіп қарап тұрғандай бір сезім. Біз бұл кезде өзіміздің жердегі ғұмырымыздың ақырғы нәтижесін көріп тұрған едік. Ғұмыр жазирасына қарап тұрып өзіңе: «Иә, біз бұл өмірге жай ғана бекер келіп кетпеген екенбіз. Біз бұл жерде ғажайып ғұмыр кешіппіз. Көп адамға пайдамыз тиген екен» деп шаттанасың. Осы баққа сүйсіне қарап, өз еңбегінің жемісін тергенде әсермен мейірленесің. Алдыңдағы қайғысы мен қуанышы қабаттасқан бүкіл ғұмырыңды ұстап көруіңе де болады. Тура мағынасында солай. Отбасылық суреттер салынған фотоальбомды парақтап, тамашалап отқандай боласың. Бірақ ол альбом алдыңда жайылып жатқан ғұмырыңның жазиралы алқабы. Өз өмірінің жазиралы алқабын тамашалап рахаттанғаны сонша, өміріндегі қайғы мен қасіретке толы оқиғалардың өзі ол әйелдің көтеріңкі көңіл күйіне әсер ете алмады. Ол жағымсыз оқиғалары еске түскенде ешкімге кінә артпай, өкпелемей, өз өмірі емес, құдды бір бөтен адамның өмірін сырттан бақылағандай ғана әсерде болды. Және ол оқиғаларын күйеуі екеуі келесі өмірлерінде оң нәтижемен аяқтайтындарын айтты. Шын мәнінде өз өмірін сырттан осылайша бақылаудың өзі бір ғажайып және таңғаларлық нәрсе ғой. Міне, тағы бір жағдай. Бұл жолы үстінен тас құлап бастырылып өлген ер кісімен тілдестім. Мен одан ажалды сипаттап беруін сұрадым. Субъект: өз өміріңізде терең ағысты судың ең түбіне дейін сүріп көрдіңіз бе? Тас қараңғы бір түнекке егер сүңгіп көрсеңіз, онда түбіне дейін сүңгіп, содан соң қайта көтеріліп, су бетіне бет алғаныңыздағы жарықтың бірте-бірте жақындай түсетінін
елестете алатын шығарсыз. Ал судың бетіне атып шыққан кездегі айнала айдай әлемнің жарқ ете қалатын сәті ше, міне өлім де шамамен осыған ұқсас құбылыс. Долорес: иә, бірақ сізге өзіңіз үлкен тастың астында қалып қайтыс болғаныңыздан солай көрінген шығар. Субъект: жоқ, мүлде олай емес. Мен физикалық деңгейден рухани деңгейге көшу сәтін сипаттадым. Өз денемнен бөлініп шыққанда өте терең ағысқа сүңгіп, одан соң су бетіне қайта көтеріле жүзгендей болдым. Ал рухани деңгейге жеткенде су бетіне атып шығып жарық әлем көз алдымда жарқ еткен кезіндей болды. Аяқ астынан кездейсоқ апатқа ұшырап қайтыс болғанда әрине аса қатты физикалық ауырлықты сезінесің. Себебі тәнің адам танымастай паршаланған, ал денеңнің ауруы оңайлықпен басылмайды. Бірақ физикалық деңгейді тастап шыққан бойда ауру атаулы сап тыйылады. Бұдан кейін барлығы жеңіл және табиғи түрде жалғасады. Өмірдегі қандай да бір табиғи әрекеттерің сияқты нәрсе, мысалы жүгіру, жүру, жүзу, сүю сияқты. Тек бұл ғұмырдың екінші беті, өлім, ажал деген нәрсе атымен жоқ. Жай ғана көшенің арғы бетіне өткеніңдей, өмірдің де арғы бетіне өтесің. Бар болғаны осы. Сондықтан өлім жағымсыз нәрсе емес. Егер біреу өлімнен қатты қорықса, онда өзенге барып, тереңдеу жерін тауып, түбіне дейін сүңгіп, сосын аяғымен бір серпіле қозғалып су бетіне шықсын. Осыны толық жасаса, онда өлім туралы білемін деп есептей берсін. Долорес: менің ойымша, адамдар жан тапсырарда қатты қиналамыз деп ойлайды. Ажалды қорқынышты қып елестетіп, қиналып өлуден қорқады. Субъект: адамның жанын қинайтын ажал емес, адам өзін, жанын өзі қинайды. Егер өзі қиналғысы келмесе, қиналмас еді. Ал егер сіз өзіңізді қинағыңыз кеп, азап тартқыңыз келсе, жаныңызды азаптау арқылы сабақ меңгергіңіз келсе, онда әрине ажал жаныңды азапқа салып, қинап барып келеді. Екінші жақтан сіз өзіңізге жан азабын дарытпасаңыз да болады. Ондай жағдайда ол қанша жерден сені қинағысы келсе де қинай алмайды. Бұл әркімнің де қолынан келеді. Өлу үдерісінде ауруды жаныңа да, тәніңе де дарытпай, өзге әлемге өтуіңе болады. Долорес: адамның тәнінен жанның шығуы оңай емес қой. Сол үдерістің өзі ауыр емес пе? Субъект: жоқ, бір жағдайдан екіншісіне өту, яғни физикалық деңгейден рухани деңгейге ауысу қамалу емес, керісінше қамақтан босану. Ауру тек денеде ғана болады, ал рух оны сезінбейді. Ол тек өкінуі ғана мүмкін. Өкіну рухты мазалайтын жалғыз ғана күйзеліс. Бұл сезімнен қашып құтылу мүмкін емес. Әрдайым өзінің атқарған ісінен гөрі атқарылмай қалған жұмыстарының көп екенін ойлау рухты жегідей жейтін өкініш. Бұл ауыр нәрсе, алайда физикалық денеңнің бүкіл ауру сырқауын сол денеңмен бірге қалдырып кетесің. Долорес: бірақ адамның ажал келмес бұрын үзіліп кететін жағдайлары болады ғой. Сол кезде тән қиналмай ма екен? Субъект: әрине қиналады, бірақ адамның таңдауы әркез өзінде. Не денеде қалып жаны қиналады, немесе оны тастап шығып, одан соңғы жағдайларды сырттан бақылап тұруы мүмкін. Долорес: өз басым, егер ажалың жан тәніңді қинап, психикалық күйзеліске түсіп азаптанғанша ажалың кеп қиналғаннан бұрын тәніңнен шығып кеткенің жақсы емес пе? Субъект: барлығы адамның өзіне байланысты. Өз зерттеулерімде мен осындай оқиғаларды көп кездестірдім. Регрессия кезінде бір әйел діни ұстанымына бола өзінің жүздеген адамның көз алдында отқа өртегенін айтты.
өз өліміне кінәлі діни фанатиктердің сол әрекеттеріне қатты көңілі қалғаны сонша денесін өрт жалына шарпи бастағанда анталаған тобырдың алдында қиналғанын көрсетпей абыроймен өлуді ойлап өз денесінен шығып кетіпті. Тәннен босап шығып көз алдындағы шулы оқиғаны өз мүрдесі байланған ағаштан сәл биігірек тұрып бақылап тұрыпты. Ол от түгел шарпып өртене бастағанда өз денесінің бүгіліп жиырыла бастағанын көріп тұрыпты. Бірақ өзі еш ауырсынуды сезінбепті. Осы жағдайдан рухтың тәннен бөлініп өз бетінше еркін ғұмыр кеше алатынын байқауға болады. Жақындары ауыр дерттен немесе кісі қолынан азап тартып қайтыс болған адамдар осы зерттеулермен танысып шықса, жақындарының ажал алдында қатты қиналмағанын біліп, жандары тыныштық табар еді деп ойлаймын. Рухтың өз денесінен еш қиналмастан шығып кете алатынын білу адамның жанын жұбататын ақпарат емес пе? Мұндай жағдайларда ол жай ғана ұшып шығып, еш сезім қабілеті қалмаған денені тастап кетеді. Ал денеде жан болса, әрине ол ауыр азаптан қиналар еді. Өзімізде кейде қолымызды жай ғана пышақ кесіп кетсе, не бір жеріміз күйіп қалса, соның өзіне шыдамдылық таныта алмай жатамыз ғой. Ондай кезде оқыс шыңғырып жіберуіміз мүмкін, не айқайлап жіберіп қолымызды дереу тартып аламыз ғой. Бұл саналы әрекет емес, бейсаналы реакция. Азаптанып өлгенде дененің де жағдайы сол күйде болады. Ол бейсаналы түрде ауырсынуға жауап береді. Ал ол кезде адамның рухы айналадағы болып жатқан оқиғаларға қарамастан еш азап тартпайды. Міне, ажалға берілген тағы бір сипаттама. Субъект. Көз алдыңызға мынадай көріністі елестетіп көріңізші. Сіз жартылай жалаңаш, тоңған, қан боп таланған күйде қап-қараңғы қалың бұталы орманның ішінде айналаңызға үрке қарап келе жатсыз. Тұс-тұстан жыртқыш аңдардың дыбысы естіледі. Олар сізге әрбір бұтаның астында тығылып тұрғандай, енді болмағанда сізге қарай атылып кеп, тарпа бас салатындай қорқып келесіз. Бірақ сіз ойлағандай емес. Кенеттен күн шақырайған, гүл жайнаған, құстары сайраған жерден бір-ақ шықтыңыз. Көк жүзінде аппақ бұлттар қалқып жүр. Бұрала ағып жатқан өзеннің суы толқындана сыңғырлайды. Осы екі көріністі бір-бірімен салыстырып көріңізші. Міне, өлім мен өмірдің айырмасы осындай. Долорес. Бірақ өмірінде жамандықты көп жасаған адамдар өлімнен қорқады ғой. Субъект. Себебі өздері сол жыртқыш аң толы орманнан шыққан жоқ. Сол орманнан шыққан бойда қорқыныш пен үрей де жойылады. Үрей тек орманда жүргендердің бойында ғана болады. Долорес. Демек, бұл дүниеден ана дүниеге өтуден қорықпау керек қой. Субъект. О дүниеге өтудің де әр түрі бар. Соған орай айырмашылық та болады. Біреулер үшін өз қалауы болса, көпшілік үшін қорқынышты қаламайтын нәрсе. Өкінішке орай мен басқаша сипаттай алмаймын. Қысқасы, есік әрдайым есік болып қалады. Оны неше рет ашып жауып, кіріп шығып жүрсең де, ол есік күйі қала береді. Міне, мынау тағы бір оқиға. Субъект. Адамдарға өлімнен қорқудың қажеті жоқ. Ол жай деміңді ішке тарту мен оны қайта шығарғаныңмен бірдей нәрсе. Демалу соншалықты қорқынышты емес қой, немесе көзіңді ашып жұмғаныңмен бірдей табиғи әрекет десем де болады. Көзіңді бір ашсаң, бұл дүниенің базарында жүредің, кірпігіңді бір қағып қалғанда, о дүниеде жүргеніңді ұғасың. Ажал осы табиғи физикалық әрекеттерге ұқсас нәрсе, және сондай-ақ еш қиындығы жоқ, қиналмайсың да. Кез келген физикалық зақым алудың зардабы, яғни тән сезінетін ауырсынулар рухани деңгейде еш сезілмейді. Сіз ауырсынуды жадыңызда сақтап қалғандықтан да, өзіңіздің жағдайыңызды толық қабылдамағандықтан тірі кездегідей сезіне бересіз. Кейде адам өзінің физикалық денемен
байланысы үзілгенін түсінуі үшін бірталай уақыт қажет болады. Бірақ әдетте оны тез байқайды, себебі оның қабылдау диапазоны қатты кеңейіп, рухани деңгейді еш кедергісіз қабылдайды. Мұны адамдардың айнадағы өз бейнесін тамашалап тұрғанымен салыстырып жатады. Тек аздап тұманданып, күңгірттеніп тұрады дейді. Одан соң адам жаңа орынға ыңғайланып, дағдылана бастайды. Физикалық деңгейді бұрынғыша сезініп тұрғаныңмен, бәрібір рухани деңгейге бір қатысыңның барын сезінесің. Бұл әрі-сәрі халіңіз рухани деңгейде жүргеніңізді және бұл жерде өзіңізді өте жақсы, жайлы сезінетініңізді толық түсінгенде дейін жалғаса бермек. Долорес: рух тәнді тастап кеткенде оның жаны әлі тәнде бола ма, жоқ па? Субъект: рух дегеніміздің өзі сол жан. Жан дегеніңіз сол адамның рухани қабаты, жеке тұлғалық болмысы деп танылып жүрген энергия ғой. Адамның шынайы мені осы энергияны рух немесе жан деп тани берсеңіз де болады. Еш қателеспейсіз. Мұның барлығы тек ұғымды қалай таңдағаныңызға байланысты, өз болмысыңызға қандай мән беретініңізге байланысты. Долорес: мен әлде бір күміс желі туралы көп естідім. Сондай ұғым шынымен бар ма? Субъект: егер сендердің танымдарыңа, қабылдауларыңа салсақ, онда расымен сол адамның нәзік немесе эфирлі құрылымында өмір желісі, жібі деп аталатын шынайылық желісі бар. Ол адамның жаны мен физикалық денесін байланыстырып тұрады. Энергиялық мәні сол күміс желі деп аталады. Яғни физикалық денені энергиямен қамтамасыз ететін желі немесе өмір жібі. Мұндай элемент шын мәнінде бар. Долорес: ал сол атаулы сәтте желі үзіле ме? Субъект: дәл солай. Долорес: көбісі физикалық денеден уақытынан бұрын ажырап қалмаймыз ба деп қорқады. Субъект: олай болуы мүмкін. Бірақ ол нәрсе көбіне кездейсоқ не аяқ астынан емес, мақсатты түрде жүзеге асып жатады. Долорес: басқаша айтқанда, саналы түрде өз денеңнен шығып кеткенде арадағы күміс желі үзілмей, сен кез келген сәтте денеңе қайтып оралуыңа мүмкіндігің бола ма? Субъект: дәл солай. Астралды саяхатқа шыққан кезіңде қорықпасаң да болады, себебі алдын ала жоспарланбаған нәрсе ешқашан орын алмайды. Долорес: бірақ мұндай дүниелер жоспарланбайды ғой, ол аяқ астынан болуы мүмкін, күтпеген оқиғалар емес пе? Субъект: иә, солай, аяқ астынан. Долорес: демек астралды саяхат жасаймын деп жүріп, адам денесіз қалып қою қаупі болған ғой. Субъект: жоқ, ешқандай қауіп жоқ. Адам сапардан қайтпай қалған оқиғалар болған болса, онда оның өз таңдауы солай болғанын білуіміз керек. Оған қауіпті бір энергия тарапынан шабуыл жасалып, желі содан үзілді деп түсінуге болмайды. Долорес: яғни адамның өзі қалып қойғысы келмесе, оның жоғалып кетуі мүмкін емес, және ол қайтар жолды өзі әрдайым таба алады, солай ғой? Субъект: солай деп ойлаймын. Долорес: адамдар өз денесімен әрдайым байланыста болғандықтан, ажал жетпейінше ол желі үзілмейді. Бұл бір жағынан кіндікке де ұқсайтын сияқты ма, қалай? Субъект: дәл солай. Долорес: бірақ аяқ асты ажалы жетіп, адам денесінен шығып кеткен сәтінде өліп қалар болса, оның ажалының себебі қандай болмақ? Жүрек талмасы бола ма? Субъект: сен физикалық құбылысты айтып отырсың ба? Иә, мұндай нәрселер емшектегі балаларда өте көп болады. Олар туу үстінде немесе туғаннан кейін бірнеше уақыттан соң өліп қалып жатады. Бірақ жасы келген адамдардың да ішінде ондай көп болады. Олардың көбісі қайтып оралғысы келмей, ұйқыда жатып өліп қалады. Долорес: сондағы себеп қандай? Жүрек талмасы бола ма? Субъект: жоқ,
жүрек талмасынан кеткен адамдар өлерде физикалық ауырсынуды сезіп қиналады. Ал біздің айтып отырған жағдай бұл айтылғанға қатысы жоқ. Мұндай адамдар ұйықтап жатқанда өлер болса, оларды өз ажалымен өлген деп есептер еді. Долорес: егер денені сойып мүрдені тексерсе, дәрігерлер ажалдың себебін анықтай алмас па еді? Субъект: дәл солай. Долорес: ал ағзаның зорығуынан өлген адамдардың өлімі ше? Олардың жағдайы әлі күнге шешімін таппаған жұмбақ тәрізді ғой. Субъект: бұл сендер айта беретін адам ағзасының жүйесіндегі химиялық заттардың дисбалансынан болады. Адам ағзасының тағамды қорытып жоятын қабілеті бар ғой. Бұл үдеріс тым баяу болғанмен тек сананың қатаң бақылауымен өтетін үдеріс. Ал өлімге келсек, ол адам ағзасындағы флюидтердің өздігінен жойылуынан болады. Көбіне бұл ағзадағы химиялық заттар дисбалансына бейім тұқымқуалаушылық факторлармен түсіндіріледі. Мұндай факторлардың бір мысалы денедегі фосфордың күрт өсіп кетуі тағы басқа болуы мүмкін. Долорес: ал астың өзі мұндай факторға мысал бола ала ма? Субъект: астың өзі емес, оның ингредиенттерінен белгілі бір мөлшерде химиялық заттар бөлінердегі ағзаға жіберілетін сигналдардан болуы мүмкін. Долорес: бұл мақсатты түрде бола ма, әлде кездейсоқ болуы мүмкін бе? Субъект: мұндай жағдайлардың әрбірі өзіндік сипатқа ие болғандықтан тап басу айту қиын. Олай да бұлай да болуы әбден мүмкін. Долорес: ал жаппай қырылу жағдайлары, мысалы авиакатастрофалар, пойыздардың апатқа ұшырауы, жаппай соғыс, жер сілкінісі, тағы басқа жағдайларда әртүрлі адамдардың бір сәтте өлу жағдайын қалай түсіндіресің? Оларда бір сәтте о дүниеге аттануды қалай ма, әлде басқаша жағдай ма? Субъект: жеке бастың кармасы деген ұғым бар. Ол әрбір адамның өмірімен жеке байланыста болады. Сол сияқты ұжымдық не топтық карма дегенде болады. Адамзат тарихындағы ғасырлар бойғы оқиғалардан көптеген мысалдар келтіре беруге болады. Рухтар топтарға не ұжымға бірігіп белгілі бір міндетті атқаруды мойнына алғанындай, немесе кейбір эволюциялық өзгерістерге бірге ұмтылғандай, не жай ғана ұжымдасып өмір сүруді қалайтыны сияқты, әрбір адам жеке деңгейде де өмірлік сабақ алуға ұмтылады. Жаппай қырылу жағдайы белгілі бір өту нүктесіне бір уақытта жақындаған жекелеген рухтардың бірігуі. Өзім меңгерген өлім тәжірибемнен білерім, мұндай жағдайда жер деңгейінен бірге және бір сәтте кетуді өздеріне ыңғайлы және оңай деп танығандар ғана сол келісім бойынша бірге кетеді. Долорес: сонда олар бұл өмірге келмей тұрып солай уәделесіп алған дегіңіз келе ме? Субъект: әлбетте. Мұндай жаппай өту кезеңінде олар бір-бірін демеп, бір-біріне қажетінше көмек береді. Олар бір-бірімен тәжірибе алмасады. Өздерінің өту сәтінде жалғыз емес екендіктерін сезінеді. Осы дүниеге бірге келетін рухтар сияқты олар да о дүниеге бірге аттанады. Долорес: демек, Челленджер кораблі жарылғанда қайтыс болған америкалық астронавтар туралы да осыны айтуға болады ғой. Субъект: иә, бұл да сол рухтардың өлім тәжірибесін бірге меңгеруге келіскен жағдай деп түсінуге болады. Долорес: иә, бірақ астронавтардың отбасы жақындары қатты қайғырды ғой, тіпті бүкіл ел болып аза тұтты. Егер астронавтар өздері таңдаған тағдырларын бетке алып ұшқан болса, онда біз оған қайғырып мұңайғанша қуануымыз керек емес пе еді? Неге қайғырамыз онда? Субъект: бұл сендердің мұндай жағдайларға тым ат үсті қарайтындарыңнан. Сендер тек өлген адамдар туралы ойлайсыңдар. Ол дұрыс емес. Мұндай жағдайларда басқа да бірнеше факторды есепке алу керек.
Бұған ұқсас жағдайлар тіршіліктегі рухтарды біріктіріп қана қоймайды, олардың бір-бірімен тәжірибе ауысуына, уайым қайғыны қалай көтеруге болатынын бір-бірінен көріп үйренуіне де септігін тигізеді. Адам өз қайғысын өзгелердің де бөліскенін, басқалардың да басына қайғы түскенін көргенде, өзгелердің де осыған ұқсас сынақтан өтіп жатқанын білгенде, өз қайғысының жеңілдегенін түсінеді. Сондықтан көріп отырғаныңыздай, бұл бірнеше деңгейде өтіп жатқан жан-жақты көп қырлы ұжымдық тәжірибе. Көптеген субъектілер физикалық денеден шығу үдерісін екінші басында жарық сәуле жарқырап тұрған қараңғы өткелмен өту сапарына ұқсатады. Клиникалық өлімді басынан кешірген адамдардың көрген оқиғаларының сипаттамалары жинақталған көптеген есептерде солай көрсетіледі. Ол адамның өлім алдындағы кешіретін сезімдері деп танылған. Субъектілерімнің бірі бұл жарықтың өте қуатты энергетикалық өріс екенін айтқан болатын. Ол физикалық және рухани деңгейлер арасындағы бөгет не кедергі сияқты нәрсе. Адам сол жарыққа қарсы келе жатады да, жақындап қалған кезде кенеттен кері оралғысы келіп кетеді. Көбісі өзінің физикалық денесіне қайтып келеді. Ондай адамдар шын мәнінде өлім алдындағы күйді кешіп, бірақ өткелден, яғни туннелден толық өтпегендер. Сондықтан да олар өлмей қалғандар. Өз ажалдарын еске түсірген менің субъектілерім бұл жарық кедергіден толық өткендер. Өткелден өту сәтінде бұл энергияның қуаты артатыны сонша күміс желі немесе рухты физикалық денеге байлап тұрған кіндік кесіледі де, рух өткелден кері бағытта қайта өтіп өз денесіне орала алмай қалады. Олар рух пен тән мәңгіге ажырайды. Ал тіршілік көзі ретінде қызмет атқаратын бөлігімен, рухпен немесе жанмен байланысы үзіліп қалған физикалық дене тез-ақ ыдырай бастайды. Бірінші тараудың соңы. Құрметті тыңдармандар, осы қазақша арнамыздың дамуы үшін өздеріңіздің қолдауларыңызды көрсетіп отырсаңыздар, алдағы бөлімде екінші тараудан бастаймыз. Күтіп алушылар деп аталады екінші тарау. Аман сау болыңыздар.